Оралдық қоғам белсенділері қала көшелеріндегі жөндеу жұмыстарының сапасын қадағалайды. Осы мақсатта мемлекеттік қызмет істері департаментінің жанынан арнайы бақылаушы топ құрылды. Оның құрамына түрлі үкіметтік емес ұйым өкілдері енді. Жыл соңына дейін облыс орталығында 50 шақырымдай көше жөнделіп, 23 әлеуметтік нысанға апарар жол салынады. Сондай-ақ 29 үйдің ауласы абаттандырылады. Құрылыс алаңдарын аралау барысында қоғам белсенділері бірқатар мектептер мен емдеу мекемелерінің маңында асфальт жолдың жоқтығын, ал жауын-шашында балалардың саз кешіп жүретінін анықтады. Аулаларды абаттандыру жобаларында да кемшіліктер аз емес. При строительстве жолдарды салу кезінде үйлердің арасында көлік қоятын орындар, бос жерлер ескерілмейді. Бәрін бордюрмен қоршап тастайды. Мәселен, біз жаңа ғана қарсы келе жатқан екі көліктің өте алмай тұрғанына куә болдық. Ал егер сол жерде өрт болса, өрт сөндіру автомашинасы немесе жедел жәрдем көлігі қалай өтеді? Аулаларды абаттандыру жобасын жасағанда осының бәрін ескерген дұрыс.